құйрық, тіршіліктің түп азап. Түп азаптан сақтар мінсіз мінәжат. 5 күн жалған, бесікпен көр арасын. Бір ағауыз сөзбен түйген бұл қазақ. Ата сөзге тоқтамастың атарсыз, атарсыздың зәузәті тұл зат әлсіз. Есті сөздің егеселім ежелден, еш нәрсені қалдырмаған атаусыз. Бірақ сәтте суып ыстық құшағы, бірақ сәтте күйге түсіп құсалы, күйі өліп күңіренген әйелді жесір дейді. Біздің қазақ мысалы. Жесір дейді, мен білмедім неліктен, қаңғытпаған жәненшісін беріп кем, жарым көңіл жанға айтылған демесең, сөз емес ау, әсте әйелді кеміткен. Өмір кейде көктем, кейде күзгі жел. Ғазиз ғұмыр үзілгенше үздігер, атанасыз қалған бейбақ баланы жетім деген. Тағы досы біздің ел жетім дейді. Қарап барлық көз бөтен, өз жаныңа болмас сірә өзге тең. Жүрекке ауыр тигенмен кім білсін? Жетім деген, жетіл деген сөз бекен. Бір мезетте кешіп солай түрлі ойды, көзді байлап, тілді күдік көрмейді. Әр нәрсенің атауы бар, ал бірақ бала сөлген атананы кім дейді? Бала сөліп боздағанды кім дейді? Білмейді оны, ешбір адам білмейді. Жауабы жоқ, жалғыз осы сұрақтың жыла мейлі, күл мейлі. Жоқ, шерменде емес, шерлемес, қу баста емес, пақыр демес, пенде емес. Әлем кезіп кетсең дағы бәрібір әдем сөз, табылмайды елден еш. Тағдыр деген тозаң ұшқан кәрі жол, бізді арманға жеткізер ме тәріз ол? Қазағымның аталатсаң аталат, боталатпа дегенінің мәні зор. Атам қазақ айтар еді, айт десе. Сөз таба алмай қалған жоғау әйтпесе. Қару ұстап, қан ұстап шашпай-ақ талай даудан, талай жаудан қайт десе. Иә, мұнда ғибрат бар ғұмырлық. Тағдыр лелге таң несібе іңір құт. Ешбір адам баласынан айырылып, жыламасын деген шығар ырыңғып. Өмір мәнін білмей, күндей батарсыз. Өлім дәмін сіз де бір күн татарсыз. Бар адамның баласы аман болсын деп, қазақ оны қалдырған ау атаусыз. Атауы жоқ атама. Атау оның әке шеше атана. 10 баласы опат болып кетсе де ана болып қалады екен. О тоба, әке болып қалады екен. О тоба.